Сәлем достар. Бүгін біздің қысқаша репортаж болады. Кішкене жоспарламағам түсіремін деп, бірақ осында келіп керемет табиғатты көріп, сендерге де көрсетейін деп шештім. Бүгін біз тағы бір сарқырамаға келдік. Осындағы Онтариода үлкен сарқырамалардың, биіктігі бойынша үлкен сарқырамалардың бірі. Ниагара сарқырамасынан бірнеше метр ғана төмендеу. Қазір көрсетемін. Жалпы солтүстік Америкада барлық жердегідей паркингі және инфрақұрылым деңгейі өте жақсы. Барлық жерде мынандай белгілер қойылған, қауіпті абайлаңыздар дегендей. Міне осы өзен қазір бар сарқырамаға айналады. Инфрақұрылымның тағы бір мысалы ретінде осындай кішкентай отыратын орындықтар қойылған. Өте ыңғайлы, жақсы әдемі көріністері бар жерге қойылған. Мінеки осындай viewpointке келе жатырмыз. Арнайы алаң жасалған, барлығы қауіпсіз болу үшін жасалған. Ал енді назарларыңызға Two Falls сарқырама, Two деген сарқырама. Бағына кішкентай өзен, мынандай биіктіктен түсіп жатқан судың дауысы әрине Ниагарадан кішкене басқаша, бірақ соның өзінде де атмосфера керемет. Мына жерде тағы бір алаң. Кішкене биікте орналасқан, бірақ сарқыраманың түбі көрінбейді бұл жерден. Вандализмнің бізге ғана тән емес нәрсе екенінің белгісі міне. Канадада да, Еуропада, дамыған елдерде де вандализм бар, және бұл вандализммен күресуіміз керек. Мынау екінші сарқырама, осы жердегі Вебстер сарқырамасы. Вебстер сарқырамасының қасындағы кішкене орындықтар, үстелдер, пикник жасауға арналған орын. Дандас шыңына жеттік. Тағы бір осы жерден керемет алаң жасап қойыпты. Осымен біздің қысқаша репортаж бітті. Бізде әлі ары қарай жол бар. 2 шақырымдай жаяу жүретіндей жол. Ал сендерге осындай әдемі көріністер